Сабағымызды бастамас бұрын мен сіздерге осындай тапсырма ұсынайын деп отырмын. Яғни мәнерлеп сырғанаушылар жарысында сырғанаушылар жұбына сырғанаудағы мәнері үшін 6 қазылар мүшелері баға қойды. Яғни 5-те 1, 5-те 2, 4-те 8, 5-те 5, 4-те 7, 5-те 0 ұпайларын көтерді. Тақтада таблода мәнерлеп сырғанаушылар жұбына орта ұпай 5-те 1 ұпай деп көрсетілді. Бұл ұпай қалай есептелінді, қалай ойлайсыздар? Қана, Мариям? Орташа ұпайын? Орташа ұпайын алды деп ойлайсыздар. Яғни осы алған балдарының орташа балын алды. Жарайды. Енді осы тапсырмада біздің бүгінгі тақырыбымыз келіп шығады. Яғни статистикалық деректер және олардың сипаттамалары, арифметикалық орта, мода, медиана, құлаш. Қалай ойлайсыңдар? Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты қалай болады деп ойлайсыңдар? Қаны және Стандартын арифметикалық ортасын, модасын, медианасын және құлашын табу. Сол табуды үйренеміз, жақсы. Енді бізде оқу мақсаты осы құлаш, мода анықтамасын білу, яғни бірнеше сандардың арифметикалық ортасы, санды деректердің құлашы, модасын анықтамасын білу. Статистикалық санды сипаттамаларды есептеу. Енді осы оқу мақсатына бізде енді бағалау критерийі шығады. Енді қалай ойлайсыздар? Критерийіміз қалай болады бағалау үшін? Қалай ойлайсыздар? Қан Сәуле? Бүгінгі сабақта біз арифметикалық ортаны, моданы, медианы және құлашты таба алуды үйренеміз, яғни табамыз. Егер оны дұрыс табатын болса, біз жақсы білген бағалар алады екенбіз. Жарайды, мына оқушы сандардың арифметикалық ортасын, құлашын, өзгеріс ауқымын, модасын анықтайды, деректерді есептер шығаруда қолданады. Енді статистика деген осы үлкен бізде ұғым, яғни осындай бір тарау статистика деген. Көп салаларда мәліметтерді талдау үшін статистиканы қолданады. Яғни қандай салаларда екен? Қаны? Асан Әлияншы? Қандай салаларда қолданады? Мемлекетте қалай қолданады? Қай жерде қолданады деп ойлайсың? Ауруханада, балабақшада және де мектептерде. Жарайды, жақсы. Енді қалай ойлайсыңдар? Мемлекетте қалай пайдаланады деп ойлайсыңдар? Не үшін пайдаланады статистиканы? Халықтың санын білу, дұрыс айтасыңдар. Тағы да қай салада, Мария? Орташа жалақыны білу. Дұрыс айтасың, жақсы. Тағы да кім? Қаны Нұрдәулет? Халықты білу. Дұрыс айтасың, жарайсың. Тағы да? Сендерде Қан Сәуле? Дұрыс айтасың. Ауа райын болжауда гидрометеорологияда да пайдаланады, дұрыс па? Альбина, сен қалай ойлайсың? Осы мал шаруашылығында қалай пайдаланады? Не үшін пайдаланады деп ойлайсың? Өте дұрыс, жақсы айтасың. Ал мектепте Қаны Төрежан? Білім сапасы статистикасын табу үшін. Жарайсың, өте жақсы, дұрыс айтасыңдар. Міне осы салаларда осылай пайдаланады. Жалпы статистика деген сөздің мағынасы не деген? Мақсаты әртүрлі қоғамдық құбылыстарға жататын мәліметтерді жинақтау, реттеу, талдау, салыстыру болып табылатын қоғамдық ғылым. Статистика терміні латын тілінің статус деген сөзінен шығып, заттың жағдайы, күйі дегенді білдіреді. Бұл сөздің түбірі стато, мемлекет, және статиста, мемлекет білгірі деген сөздерден кейінірек статистика сөзі пайда болады. Енді математикалық статистикалық деректерді өңдеу және талдау әдістерін зерттейтін математика саласы. Арифметикалық орта, мода және медиана жинақталған мәліметтерге қатысты барлық сандардың мәнін көрсететін бір ғана санды таңдаудың әртүрлі тәсілдері. Арифметикалық орта дегеніміз бұл мәліметтердің барлық сан мәндерінің қосындысын осы мәліметтердің санына бөлгенде шығатын санды айтады. Мода ең қарапайым бізде және жеткілікті мәліметтердің орташа сипаттамасы. Яғни мода деп таңдауда ең жиі кездесетін мәнді айтамыз. Түсінікті ғой? Енді сандар қатарының қарапайым көрсеткіші ең үлкен
және ең кіші сандар арасындағы айырымға тең. Бұл санды құлаш деп айтамыз. Құлаш RB әрпімен белгіленеді. Түсінікті ғой? RB яғни RB деген әрпімен белгіленеді. RB яғни құлашты табу үшін сандар қатарында ең үлкен мәннен ең кіші мәнді азайтады екенбіз. Енді жалпы арифметикалық орында AO деген әріппен белгіленеді. Құлаш RB деген әріппен белгіленеді. Мода MO деген әріппен белгіленеді екен. Түсінікті ғой? Белгіленуі түсінікті болды ма? Жазып алайық. Белгіленуін жазып алайық. Бүгінгі күнді жазып. Статистика бүгінгі тақырып статистика. Арифметикалық орта. Сандардың медианасы, модасы және құлашы. Түсінікті ғой? Нұрдәулет жазып жатсың ғой? Жазып алдық па? Жақсы, жазып алған болсақ, енді бір мысал көрсетейін тақтада. Мектеп кезекшілері бір апта бойы бастауыш сынып оқушыларының 20 оқушысы сабаққа кешігіп келгенін анықтады. Кешігіп келу уақыты минут есебімен төмендегідей болды. 5 минут, 3 минут, 1, 1, 2, 4, 1, 1, 3, 2, 2, 3, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 11. Енді бізге осындай тапсырма қояды. Бастауыш сынып оқушылары орта есеппен әр оқушы неше минутқа кешігеді. Бұны қалай табамыз дедік жаңа? Қаны Мариям айтшы? Барлықтарын қосып, осы жердегі сандарға бөлеміз. Қаны қосайды, жақсы. 3-ке 1-ді қоссақ, 4, 5, 6, 12. Арифметикалық ортасы осы
misal, birinchi misolimiz